Сәлем қыздар, бүгін таңғы асқа өте дәмді үлпілдеген сырники пісіретін боламыз. Ол үшін бізге 250 грамм сүзбе, 1 дана жұмыртқа, 2 ас қасық қант, 2 ас қасық ұн қажет. Сонымен кірісеміз. Алдымен жұмыртқа мен қантты салып, сәл араластырамыз. Кейін үстіне ұн саламыз. Дайын болған массамыздан осындай дөңгелек шариктер жасаймыз. Шариктерді ұнға орап, үстінен сәл ғана басамыз. Табаға май құйып, енді сырниктерімізді екі жағынан пісіріп аламыз. Қуырып алған сырниктерімізді салфеткаға салып, майын сіңіргенше ұстай тұрамыз. Кейін сырниктерді ортасы пісу үшін 150 градусқа 10-15 минутқа пешке қоямыз. Сонда ғана біздің сырниктеріміз үлпілдеген болып шығады. Сырниктеріміз дайын, өте дәмді, үлпілдеген болып шықты. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, менің каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыз. Ас болсын!